Анафилактикалық шок дегеніміз не? Анафилактикалық шок, яғни ағзаға аллергендер енген жағдайда пайда болатын, бірден дамитын тыныс алудың орталық жүйке жүйесінің бұзылысымен және қан қысымының түсіп кетуімен сипатталатын жедел процесс. Мысалы, сіз бір жерде инъекция, укол салдырдыңыз, немесе көк тамырға, немесе жамбасқа, немесе бір таблетканы ішкеннен кейін, немесе бір жәндік шағып алғаннан кейін, немесе бір түрлі химикалық заттарды қабылдағаннан кейін организмде реакция береді, осы заттарға қарсы процесс болады. Және қысқаша мысал келтіретін болсақ, антиген ағзаға енгеннен кейін, яғни дәріге немесе басқа да заттарға, мысалы көк тамырға енгізгеннен кейін организмде соған қарсы күрес басталады. Мысалы организм сол затты таниды және оған қарсы күреседі. Ең бірінші дәрі организмге түсті, қабылдадыңыз, іштіңіз, одан кейін бірден дендриттік клеткалар әсер етеді, яғни макрофагтар ол затты қоршап қармап алады, яғни оны ең кіші өлшем бірлікке дейін бөлшектейді. Содан кейін оны Т лимфоциттерге таныстырады. Т лимфоциттер сәйкесінше В лимфоциттерге таныстырады оны. Содан кейін организмде В лимфоциттер иммуноглобулин Е бөледі. Иммуноглобулин Е бөлінгеннен кейін бұл жерде ең организмдегі басты заттың бірі гистамин бөліну басталады. Жалпы қалыпты нормада гистамин қан тамырлардың қабырғасының беріктігін сақтайды және өткізгіштігін арттырады. Ал осы жағдайда, мысалы аллерген енгеннен кейін бұл жерде оның қабыну процесі пайда болғанда ол көп мөлшерде бөлінеді. Осы гистаминнің шамадан тыс көп бөліну салдарынан жасуша, мысалы вена ішіндегі, яғни көк тамырдағы сұйықтықтар тін аралық кеңістікке кетеді. Нәтижесінде қан тамырлардың қабырғасы босап, адамның бірден қан қысымы түсіп кетеді. Және осындай процестерден басталады. Және осы кезде жалпы қабынуға қарсы жалпы гормондарды қолданылады және антигистаминдерді қолданылады. Және қабырғалардың беріктігін сақтау үшін және қабырғаларды жігайт ету үшін адреналин қолданылады. Ал енді анафилактикалық шоктың белгілері, қандай белгілер болады бұл жерде? Ең алдымен ол кей адамдарда бірден анафилактикалық шок болмауы мүмкін. Ең бірінші, инъекция жасады, немесе уколды көк тамырға жасап жатқан кезде, ол адамды қарап көрсеңіздер, бірінші қышынуға мазалану мүмкін, денесінде тері түсінде өзгерістер болуы мүмкін, сұрланып немесе қызарып кетулер болуы мүмкін. Және содан кейін келесі белгі, у меня дышать тяжело, вот такой жалоб болады. Яғни тыныс алудың қиындауы, тамақ тұсында бір комок тұрғандай болады. Сонымен бірте-бірте ісіну басталады. Егер дер кезінде көмек көрсетілмесе, бұл жерде адам бірден ес-түсін жоғалтуға алып келеді. Ал енді анафилактикалық шокқа дейін бірінші квинке ісігі болады. Науқасы келдіңіз, осындай шағымдар, яғни ісінуге, тыныс алудың қиындауына, қан қысымы 120/80, яғни қалыпты давление. Бұл анафилактикалық шок емес, бұл квинке ісігі. Бірақ квинке ісігінің ары қарай асқынуы міндетті түрде анафилактикалық шокқа алып келуі мүмкін. Сол үшін бұл жерде не істейді? Ең бірінші гормональный терапия, преднизолон. Яғни преднизолон 90 мг немесе 120-150-ге дейін жасай береді. Өйткені преднизолонның ең үлкен әсерінің бірі, жалпы олар антиэксудативті әсер көрсетеді. Яғни жасуша, тамырлардағы сұйықтықтардың жасуша аралық кеңістікке шығып кетуін тежеп, гистаминдерді нәтижесінде қабынуға қарсы күш көрсетеді. Яғни денедегі ісіктерді бірте-бірте жаймен басады. Ал енді адреналиннің көмегі, жалпы анафилактикалық шок басталды, не үшін бірден адреналин қолданылады? Өйткені адреналиннің көмегі ол сосудтарды, қабырғасын, яғни не қылу үшін, былай айтқанда жігайт ету үшін, қысып ұстау үшін. Және сонымен қатар қандай дәрілер? Аллергопресс, әрине аллергиялық процесс болып жатқаннан кейін міндетті түрде супрастин, жалпы антигистаминдер деп айтсақ болады бір сөзбен. Және одан кейін қолданылатын дәрілердің бірі, бұл егер бронха спазм болып тұр, қан қысымы 90-нан жоғары, немесе 90 болып тұр, ол кезде бронхоспазмды басу үшін, яғни натрий хлоридімен араластырып 5-5 эфилинді жаймен қолдансақ болады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар.